Отыра қойыңыздар. Енді балалар, мен мынау сонда байланысты құндылықта сіздермен шаңырақ әдісі бойынша топқа бөліп алғым келіп отыр. Сондықтан орындарыңыздан тұрып, мына жерге шаңыраққа берілген артында отыра қойыңыздар. Birinchi top o'tirganizlar, ikkinchi top, uchinchi top. Endi bolalar bizda hozir baholar uchun top boshlarni saylaydi. Sizlardan top boshlar araydi. Toplarni vaqtida yozib qo'yishsa, so'ng savob berasiz. Sizlarga top boshlar sezdi. Necədə boşlar cəzbirsə, biz uzun bir video göstərik. Hər kapsamdan bir programımız. Sizlərdə boşlarda karıştı, kaçta bağlı sərbətimizdə qırılırız. Енді top boyunca жұмыс жасаймыз. Бірінші топта екінші топта жақсарту, сіздер үшінші топта карьерді кешіріңіздер, екінші топта жақсарту жұмыстары. Енді алдарыңызда берілген деген латман параққа осы суреттерді байланып отыр, оқып байланып отыр, өз ойларыңызды түрде қорғайтын боламыз. Сіздерге дайындалуға кесіп қорғауға, арасында 5 минутта дайындалу. Органикалық тыңайтқыштарды жатады. Оларға көмек қарашып жатады. Минералдық тыңайтқыштарға олар азот, фосфор, күкірт, кальций жатады. Ал тұрақты шамадан тыс суғаруға болмайды. Және тұздалумен күресу үшін артық тұзды тазалап береді. Сонымен қатар ауыспалы егіншілік. Қандай да бір жерге бір дәнді егінді қатарынан егетін болсақ, онда топырақ эрозияға ұшырайды және топырақ өзінің сапасын жоғалтуы мүмкін. Сол үшін ауыспалы егіншілікті сақтану қажет. Яғни бір егін еккен жерден оны демалтуға қалдырып, келесі егін егетін жерге ауысу қажет. Және жерде дұрыс өңдеу керек. Оған бізде қоқыстық және тағы да басқа жұмыстарды жасауға болады. Және су эрозиясынан қорғау үшін химиялық шараларды алдын алып отыру керек. Мысалға, қазіргі бүгінгі тақырыпқа байланысты рекультивация және мелиорация жұмыстарын жүргізу арқылы біз топырақтың құнарлығын сақтау арқылы оны келесі ұрпаққа қалдырып, оның тағы да өнім беретіндігіне қол жеткізе аламыз. Жаңағы оң және теріс әдістерін айтатын болғанда тастайыңыздар. Адамның шаруашылық зияны көбірек. Бұлар мысалы айта кететін болсақ, өнеркәсіп арқылы ауаны немесе көліктер арқылы ауаны ластайды және де суды ластап, оны үнемдейді. Және де жануарларды аулап өз мүліктері үшін қолданады. Қаш кемелерін ұшырып, озон қабығын теседі. Ал менің ойымша, керісінше адамдардың яғни антропогендік факторлар керісінше табиғатқа оң әсерін тигізеді. Неге? Себебі адамдар табиғатты қорғай алады, яғни табиғатқа егер пайдасын тигізгісі келсе, кез келген
көмек қол соза алады. Сонымен қатар жасыл тыңайтқыштарды еге алады жерлер, және сәйкестік жерлерді қолданса да оларды яғни демалдырып, оларға басқаша көмектесе алады. Тыңайтқыштарды еге алуға көмектесе алады. Немесе осы жерге тағы бір көмектің бір түрі ол шұғылшындарды көбейту. Сонымен қатар қазіргі таңда Қазақстанда болсын, осы табиғатты қорғау мақсатында көптеген қорықтар, сонымен қатар өсімдіктер мен жануарларды қорғау қорықтары, сонымен қатар Қазақстанның көптеген әсем жерлерін қорғау мақсатында осындай қорықтар, саябақтар ашылған болатын. Сол себептен менің ойымша адамдардың яғни антропогендік факторлар керісінше осы жер планетасына өз оң әсерін тигізуде. Тағы қандай әсер ете аламыз? Мысалы, тегеріс әсермен Олардан аулақ өзінің күшін қолданады. Біздің табиғи ресурстарды дұрыс сақтамайды. Сонымен қатар күнделікті өмір сүрді көліктер, зауыттар, соның қалдықтары осы табиғатты ластауда, және де осындай күнделікті қарапайым адамның өзі, оқушылардың өзі кез келген жерде кетіп бара жатып, қолындағы қоқысын тастай салады. Бұл да осы кішкентай қоқыстың өзі жер планетасы үшін көптеген теріс әсерін тигізеді, және де әрбір адам керісінше кішкентай болсын қоқысты тастамай, оны өзімен алып қоқыс жәшігіне тастау керек деп ойлаймын. Жасалу жолдарын ұсынатын болсақ, ландшафттық дизайн мен жасалу жолдары жасыл кеңістікті көбейту, яғни көгалдандыру, ағаштар, бұталарды жатқызсақ болады, яғни және де маусымдық өсімдіктерді таңдау арқылы әрдайым аумақты, әрдайым көрікті болуын қамтамасыз ете аламыз. Және де екіншісі бізде функционалдық аймақтарды қолдану, яғни балалар алаңқайларын соқсақ болады, және де спорттық аймақтарды қосу, және де тағы да басқаларды қысып. Сонымен қатар тағы бір жол аймақтық жоспарлау деп ойлаймын. Себебі демалыс орындары бізге әрдайым жақсы көмектеседі, және олардың дизайн жақсы болуына өз әсерін тигізеді. Сонымен қатар әр жерде бақша болғанында жақсы көмектеседі. Сосын жаяу жүргіншілер жолы, яғни тротуар дейміз ғой, соны біз табиғи өндірістегі заттардан істесек болады. Яғни ағаш, тас көмір деген сияқты заттардан жасап болады. Жолдардың алаңда кондуктор төсенгіштер немесе ағаш жолдары аумақты ұйымдастырады. Және де жандандыруды жасату деген өте жақсы болып келеді. Яғни декоративті және қауіпсіз шамдарды орнатуға қажет. Сонымен қатар жабайы табиғатты жақсы және қыстарға арналған арнайы жем салғыштар және ұялар салу. Оған қоса біз табиғи элементтерді қолдану туралы айта аламыз. Бұл жерде біз кірпіш, тас және ағаш сияқты элементтерді қолданамыз. Оған қоса бұл эко-дизайн қағидаларын сақтайды. Су көздерін қосу, балықтар және басқа да су көздерін қосу және су беруін асырмасымыз. Енді балалар үш жерде бізде карьерге екінші өмір сыйла деп тұр, сіздердің қолдарыңызда карьердің суреттері тұр. Мысалы айта кетейікші, дәл үш жерге сіздердің ойларыңызда енді жақсы айтып жатсыздар, осы карьерге не істей алатын едіңіздер? Қайта шыққан қалдықтарды қайта өңдеуге болады. Бұл жерде қазір байлықтарды алып карьер ашып дейінде қалды ғой. Енді сіздер бұл жерге екінші өмір сыйлау үшін бұл жерге сіздердің ойларыңызша не жасауға болады? Бұл жерде жаңа сіздер бейнероликте мән бердіңіздер ма? Ванкуверлердегі, сонымен қатар недегі саябақтар, сол жерлердің бәрінде кезінде карьер болған дейді, бірақ кейіннен қайтадан ол жердің бәріне қайтадан карьерлер толтырып, топырақтар толтырып, сол жерде жаңа сіздер айтқан ағаш, бау-бақша болсын, түрлі құрылыс саласы болсын, қайтадан сол жерге басқа нәрселер жасауға болады екен, сөйтіп сол кезде бізге ол қайта пайдалануға жасауға болады. Оның бәрі қолымыздан келеді. Жарайды, отыра қойыңыздар, үлкен рахмет. Енді сіздерге мал отыра қойыңыздар. Сіздер делорация дегенді қалай түсінесіздер? Сіздердің ойыңызша бізде екі-үш түр делорация туралы жақсы айтып өтті. Енді сіздер қандай не түсінесіздер? Делорация туралы қандай ойдасыздар? Айта қойыңыз.
жерлер жатқыларсыз болып қалған жерлерді қайта жаңарту, яғни ол жерлерді, яғни сол карьерлер болсын, басқа да жерлерді қайта жаңарту және де ол жақтың топырағын құнарландыру, сонымен қатар сол жерге қайтадан тіршілікті орнату. Biz bunda bazılarının şartlarına belirttik. Bizde melioratsiya degan so'z lатын tilini olganda жақсарту ekan. Сонда biz сол жерді жақсартып, соған басқа шаруашылықты ұйымдастыра білуіміз керек. Енді сіздерде рекультивация деген қалай түсінесіздер? Рекультивация. Айта отырыңыз. Рекультивация дегеніміз ол өнімдеушілерді қайта өңдеп, оның орнына басқа өсімдіктегі ағаштарды отырғызу. Жарайды. Тағы да тағы рекультивацияға қандай ойларыңыз бар? Кішкене мән беруіңіз керек. Қазір бізде міне балалар қарап жүріңіздер, ақтай жазып берейік. Рекультивация деген жерді қайта құнарландыру, латын тіліне айтқанда қайта не кері әсер білдіретін қосымша және бүлінген жерлерді қайта қалпына келтіріп отырып, оны халық тарапынан пайдалануға беру және қоршалған жақсарту үшін жүргізілетін кешенді жұмыстар жүргізілген. Енді жарайды, сіздерге тартып сұрақ. Оң әсері, теріс әсері деп қояды. Сіздер одан не айта алар едіңіздер? Сіздер қандай ой қосатын едіңіздер? Үшінші топтың пікіріне толықтай келіспеймін, себебі антропогендік әсер арқылы оларды он және теріс әсерлер деп бөліп қарастырды. Теріс әсерлеріне ол орманды кесу, көптеген адамның жасаған, мысалға өнеркәсіптік орындардан шығатын, зауыттардан шығатын түтіндер, ауаны ластайды, мысалға сол сияқты олардың алдын алу жұмыстарын жүргізу, ол бізде адамның іс-әрекеті арқасында жүреді ғой. Демек, біз оларды қоршаған ортаны қорғау үшін, өзіміздің таза ауада демалуымыз үшін іс-әрекетімізді қоса аламыз. Қоқыстарды қоқыс жәшігіне тастау, көптеген жұмыстарды жүргізу немесе тағы да басқа да нелерді жұмыстардың алдын алу, жаңа еріктілер тобын ашу секілді жұмыстар жүргіземіз. Енді балалар, мен сіздерде қазір мынау ой бойынша телефондарыңызға сілтеме жіберетін боламын. Сол сілтемені алып, әрқайсыңыз өздеріңіз белгілейтін боласыздар. Топ басшылары сіздер алып қойып отыратын боласыздар. Әр дұрыс жауапқа бір балдан болады. Қазір сіздердің идеяларыңыз барады. Қалай ойлайсыздар? Айтсаңыз. Менің ойымша антропогендік факторлар арқылы өзгерген табиғатты қайта қалыпқа келтіруге болады. Себебі мысалға ол уақыт өте келе әрекет жасай алады. Мысалға адамзаттар орманға ағаштарды егу арқылы оны қайта келтіре алады. Одан кейін келесі айтыңыз. Мелиорацияның ауыл шаруашылығында менің ойымша оның ауыл шаруашылығында рөлі өте зор, себебі ауыл шаруашылығында көбінесе егін шаруашылығы жүргізіледі. Сол егін шаруашылығынан жерлер құртылады және ол жерлерді тыңайтқыштар арқылы жасарту арқылы ол жерлерді қайта өңдей алады. Сонымен қатар ол жерлерге шұбалшындарды, тыңайтқыштарды, жасыл тыңайтқыштарды егу арқылы жасарта алады. Одан сіздің аймағыңызда қандай мелиорациялық жұмыстар жүргізіледі? Жалпы, өзіміздің ала берейік, жалпы Қазақстан ала берейік, облыс көлемінде ала берейік. Қандай мелиорациялық жұмыстар?